Қаңтардың 14 күні сағат 17:45 шамасында Бауыржан Момышұлы көшесімен келе жатқан 70 жастағы әйел адамның сөмкесіне белгісіз біреу жармасып ала қаша жөнелген. Жәбірленуші дереу 102 нөмір арқылы полицейлерге хабар берген. Мы с сестрой шли от родителей. Кешкісін мен апаймен бірге ата-анамыздың үйінен қайтып келе жатқан едік. Кенеттен артымыздан біреу жүгіріп келіп сөмкемді жұлып алып кетті. Апайым ұрының артынан жүгірмек болып еді, көшедегі көктайғақтан жүгіру мүмкін болмады. Ұры болса Бауыржан Момышұлы көшесі бойымен қаша жөнелді. Біз көшеде кетіп бара жатқан ер адамның қалталы телефонын сұрап алып, дереу 102 нөміріне полицияға хабарластық. 5 минуттан кейін полиция қызметкерлері келіп, анық қанығын біліп, іздеуге кірісті. Нәтижесінде ұры алысқа ұзай алмай бірден қолға түскен. Рота командирінің орынбасары Ермат Айтмағамбетов жасырынуға тырысқан 27 жастағы ұрыны қаламыздағы мектептердің бірінің аумағынан ұстап алған. Сөмкеде 520 мың теңге ақшалай қаражат, банк карточкалары мен ұялы телефон болған. Қазіргі таңда ұры полиция бөлімшесіне жеткізілген. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының 191 бабы 1 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатқандығы нақтыланды. Большая благодарность. Полиция қызметкерлеріне үлкен алғысымды білдіргім келеді. Себебі барлығы тез арада жедел шешілді. Рахметімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес.